Көмірсулардың жіктелуі. Сәлеметсіздер ме, студенттер мен биологтар? Бүгін біз көмірсулардың құрылымы, құрамы және қызметтері бойынша жіктелуін қарастырамыз. Көмірсулардың қасиеттері әртүрлі және кейде қарама-қайшы келеді. Көмірсулар қарапайым және жоғары молекулалы, кристалды және аморфты болып бөлінеді. Олар суда еритін және ерімейтін, тотығуға қабілетті және тұрақты заттар. Көпшілік көмірсулардың жалпы формуласы сын, химиялық табиғаты бойынша көмірсулар үш классқа бөлінеді: моносахаридтер, олигосахаридтер, дисахаридтер, трисахаридтер, сахаридтер. Дисахаридтерді көбінесе қанттар деп атайды, себебі олардың дәмі тәтті. Көмірсулар көп атомды спирттердің кетондық немесе альдегидтік туындылары болып табылады. Моносахаридтер молекуласындағы көміртек атомының санына байланысты триозалар, тетрозалар, пентозалар және гексозалар деп аталады. Триозалар үш атомды спирт глицериннің тотығуы кезінде түзіледі. Тетрозалар фотосинтез кезінде аралық өнім ретінде пайда болады. Ксилоза көбінесе өсімдіктерде кездейді және кондитерлік өнеркәсіпте қолданылады. Рибоза және дезоксирибоза ырыңқ мен дыңқының құрамына кіреді. Глюкоз адам қанында 80-120 мг мөлшерінде болады. Галактоза сүт қантының, лактозаның құрамдас бөлігі. Фруктоза жемістер мен балдың құрамында кездеседі. Дисахаридтер гликозидтік байланыстар арқылы байланысқан екі моносахарид қалдығынан тұрады. Мысалдары: сахароза, мальтоза және лактоза. Полисахаридтер жүздеген және мыңдаған моносахарид қалдықтарынан құралған жоғары молекулалы заттар. Полисахаридтер гомополисахаридтер және гетерополисахаридтер болып бөлінеді. Гомополисахаридтерге крахмал, целлюлоза және